Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін өте оңай жолын көрсететін медовиктің рецептіне бөлісетін боламын. Ендеше видеоның соңына дейін қараймыз. Осындай балымызды 250 грамм балымызды тартып алатын боламыз таразға. Міне 250 грамм тартып алдық. Енді осыны су буында ертіп, пищевой содамызды саламыз. Салған кезде бізде осындай реакция пайда болады. Біздің медымыз осылай ағарады. Содан соң барып біз сармайымызды салып, су буында ертіп алатын боламыз. Енді жұмыртқамызды көпіртетін боламыз. Аппақ түске енгенше сахарымызды бірден салып жібермейміз. Кішкене миксерлеп алғаннан кейін сосын барып жаймен деп саламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Біздің жұмыртқамыз көтерілу қиындау болады. Тура видеода қалай салып жатырмын, сіздер де солай аз-аздан салып біз жұмыртқамызды аппақ түске енгенше көпіртетін боламыз. Міне біздің сармайларымыз еріді. Жұмыртқаларымызды көпірді дәл осылай көпірген кезде массамызды осылай аз-аздан құятын боламыз. Барлығын құйып жібермейміз. Біздің массамыз басылып қалады. Сосын біздің жұмыртқамыз ыстық, неге пісіп қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Сол себепті осылай құйып отыратын боласыздар. Енді ұнымызды да барлығын салып жібермейміз. Осылай 2-3 қасықтан салып айналдыра біз миксерлейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай, тестамыз дайын болды. Осындай пышный әрі сұйықтау болып келеді. Енді пергамент қағазға осылай төрт бұрышты етіп құйып алып, бетінен ұнымызды себетін боламыз. Сосын барып қолмен жаятын боламыз жақсылап. Біздің тестамызды, яғни жұқалап жаятын боламыз. Бұл өте жақсы көтеріледі. Сол себепті жұқа етіп жаятын боламыз. Қолдарыңызға жабысып қалса, ұнды тағы да кішкене себіп жіберіп, осылай жайып шығатын боламыз барлығын. Жайып алдық, енді қызып тұрған печкемізде пісіріп алатын боламыз. Кремімізді дайындаймыз. Сметанамен сгущенканы қостым. Крем загуститель қосатын болыңыздар міндетті түрде. Менде қосқан жері көрінбей қалыпты. Сол себепті осылай крем дайын болады. Енді бізде 5 корж шықты. Шет-шетін тегістеп кесіп алатын боламыз. Сосын барып біз кремдерімізді құятын боламыз. Біздің кремдеріміз кішкене сұйықтау болғандықтан мен осылай формаға жинадым. Егер де форма жоқ болса, форманы аса қажет етпейді. Сол себепті торттарымызды жинай берсеңіздер болады. Немесе басқа крем қолдансаңыздар да болады. Заварной немесе сливкимен, творожный сырмен. Соңғы бетін құйдым. Енді соңғы бетіне жағып, біз қазір қалған крошкілерді блендермен өткізіп алатын боламыз, айналдырып. Менде тестадан тағы да осындай артықша кішкене корж шықты. Оны да блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Енді бетіне сеуіп шығатын боламыз. Форманы алып тастай саламыз. Шет-шетінде ағып кеткендерді осы шет-шетіне жағып шығатын боламыз. Сосын барып крошкілерімізді осылай себіп шығатын боламыз. Шет-шетіне де жабыстыратын боламыз. Енді тортымызды барлығын жабыстырып болғаннан кейін 6 сағатқа крем сіңгенше қоятын боламыз холодильникке. Міне біздің 6 сағатымыз өтті. Кремді де өзіне сіңіріп алды, көрдіңіздер ме? Қандай керемет болып шықты. Видео сіздерге пайдалы болса, каналыма жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.